Жарқыраған қарбыз. Екінші бөлім. Әдеттегідей Үнгелді барлық адам сыртта күтіп тұрады. Сол уақытта үш жігіт оны іздеп келеді. Үнгел келмегеннен кейін енді кетейін деп жатқанда, кешігіп келген Үнгел кешірім сұрап өзінің әнін айта бастайды. Сол уақытта кетейін деп жатқан жігіттер оны естіп қалып, артына кері оралады. Және де оның қандай керемет гитарада ойнайтынын көріп таң қалады. Ол үш жігіт негізінде өз топтарына гитарист іздеп жүрген жігіттер еді. Олар Үнгелді көріп, нағыз солар іздеп жүрген жігіт екендігін түсінеді. Және де концерт біткеннен кейін Үнгелдің артынан барып, оны өз топтарына қосылуға шақырады. Бірақ оған Үнгел қазірше дайын емес екендігін ойланып көретіндігін айтып, өз жөніне кете барады. Бірақ заттарды сақтайтын қоймаға барып, гитарасын қойып жатқанда, жігіттердің берген дискісін қарап ойланып қалады және де оны тыңдап көруге шешім қабылдайды. Осылайша үйге қайтар жолда тыңдап бара жатқан Үнгел қандай да бір сезімді байқайды. Яғни ол топта жігіттермен бірге ән айтқысы келетін. Бұл уақытта жігіттер оны сөз қылып келмейтін шығар деп отырады. Сол уақытта есікті ашып Үнгел кіріп келеді және де өз келісімін береді. Сосын бізге баяғы әжесінен қашып жүрген жігітті көрсетеді. Ол өзінің досымен сөйлесіп тұрған уақытта жаңағы ұнатып қалған қызы жайы сұрап білші деп өтінеді. Ал ол қыз болса мектептегі ең сұлу қыз еді және де оның артынан көптеген жігіттер жүгіріп ұсыныс жасап жүрген болатын. Сосын ол қыздың қандай да бір жиында виолончельді ойнап отырғанын көреміз және де ол жерге оны ұнатып қалған жігіт те келген болатын. Оны жасырынып қарап тұрғанын қыздың құрбысы байқап қойып, не істеп жүргендігін сұрайды және де оны бұл жиынға шақырылмағандығын айтады. Сол уақытта қыз келіп, оны мен шақырдым деп алып кетеді және де жігітпен сөйлеседі. Сен не істеп жүрсің, кімсің деп сұрайды. Сол уақытта жігіт айтады, танысайық, сен маған ұнайсың деп айтады. Бірақ қыз айтады, сен алдымен өзіңе қарап ал, шалбарыңның замогы ашық тұр ғой дейді. Сосын Үнгелдің концертте топпен бірге ән айтып, гитарамен ойнап тұрғанын көреміз. Сосын бізге студияда интервью беріп отырған бір әншіні көрсетеді. Ол өзінің интервьюсында бұрында өздерінің кішігірім тобы болғандығын айтып өтеді. Ал бұл уақытта көмекшісі бастығына Үнгелдің концертін көрсетіп айтып жатқандығын көреміз. Концерт аяқталғаннан кейін Үнгел достарымен бірге сыртқа шығайын деп жатса, адам көп болғандықтан олар кері ішке қайтып кіріп кетеді. Сол уақытта олардың басшылары оларға енді бұл жерде ән айтпайтындығын, оларға жоғарыдан жақсы ұсыныс түскендігін айтады. Оны естіген жігіттер қатты қуанады және де бұл жаңалықты атап өту үшін бір жерге жиналып отырады. Сол уақытта Үнгелға ісіміз келеді. Яғни папасының полиция бөлімшесінде отырғандығын, оған көмек керектігін көріп, Үнгел жүгіріп полиция бөлімшесіне келеді. Ол жерде бұрынғы үй иесі мен әкесі отырған болатын. Үнгел әкесінен не болғанын сұрайды. Әкесі айтады, машина келіп біздің қоймаға соғылды. Мен қатты жарақат алған жоқпын, уайымдама, бірақ рөлде бұл кісі емес, оның баласы отырды дейді. Үнгел әкесінің сөзін аударып айтып беріп жатқанда, үйдің иесі бұл рөлде мен болдым, неге жала жауып жатсың деп айқай шығарады. Осылайша бәрі сыртқа шығады. Полиция қызметкері Үнгелға сен әкеңнің жұмысымен араласып жүрмей, сабағыңды оқы деп айтады. Бірақ аудармашы болғаның үшін рахмет дейді. Содан бұрынғы үй иесі Үнгелден сенің әкең маған жол бермей жатыр, не деп тұр деп сұрайды. Сонда әкесі, байқаймын, сіз әлі өзгермеген екенсіз. 6 жыл бұрын біздің үйде шыққан өрт жайында барлығын білдіңіз, бірақ сіз оған көз жұма қарадыңыз. Сіз бізді істемеген нәрсемізге кінәладыңыз. Ұлыңыздың осындай болуына сіз кінәлісіз дейді. Осылайша әкесі үйіне келіп шарап ішіп отырғанда қасына Үнгел келеді. Сондай бір үлкен шығын болған жоқ, оның үстіне ол бәрін өтеймін деді ғой, неге бұлай жасадыңыз деп сұрайды. Сонда әкесі, дәл 6 жыл бұрынғыдай көз жұма салғанымды қалайсың ба? Мен сөйлей алмағандықтан, адамдарға ештеңе дей алмағандықтан, себебі мүгедектер мен ақшасы жоқтарды тыңдамайтындықтан ба, сол үшін баяғыдай үндемей-ақ қоя салуым керек пе? дейді. Мен барлығына өртті шығарған менің балаларым емес екендігін айтуым керек еді, үнсіз қалмауым керек еді, енді бұрынғыдай қателік жасамаймын дейді. Осылайша ертесіне Үнгел топтағы жігіттерге енді топпен бірге қатыспайтындығын, ән айтпайтындығын айтады. Оған жігіттер өз наразылығын білдіріп, онымен ұрсыса бастайды. Сол кезде Үнгел 6 жыл бұрынғы оқиғаны және де отбасы жайында айтып береді. Сонан соң ол өзінің отбасын бірінші орынға қоятындығын айтады. Осылай топтан кешірім сұрап кетіп бара жатқанда артынан
бір жігіт қуып жетеді. Сосын ол осының бәрін бүгін айтуың керек пе едің, жасың болса 18-де, дәл қазір өсетін сәт, біз сені күтеміз дейді. Солай келе жатып оны күтіп отырған анасын жолықтырады. Анасы баласының бетіндегі жарақатын көріп үндемеді, бірақ оған сынып жетекшісінің хабарласқанын, яғни сабақ үлгерімінің төмендеп кеткендігін айтады. Бірақ мен сенен оның себебін және де қайдан жарақат алғаныңды, не істеп жүргеніңнің барлығын сенен сұрамаймын. Әзірге өзің айтпайынша мен сені қинамаймын дейді. Бірақ бұл жайында тек әкең білмегені дұрыс дейді. Себебі мен әкеңнің қазіргіден де бақытты болғанын қалаймын, ал оның бақыты және мақтанышы бұл сенсің дейді. Сен дұрыс жол тауып қайта ораласың ғой, иә дейді. Осы сөздерден кейін Ингөлдің көңілі босап кетіп бара жатады. Ол бұрынғы досының дүкеніне келеді, бірақ енді ол жерде зәулім үй тұрған еді. Оны көріп, ол өзінің өткен шағын есіне алады. Бір уақытта ол үйден бір әйел кісі шыға келеді. Оны байқаған Ингөл көз жасын сүртіп, әйел кісіге қарайды. Содан ол сен Ингөл емессің ба деп сұрайды. Оны естіген Ингөл таң қалады. Иә, бұл мені қайдан білесіз дейді. Ол саған менің әкем бірдеңе қалдырып кеткен еді, үйге кір, мен саған соны берейін дейді. Осылайша Ингөл үй ішіне кіріп, өз сыйлығын күтіп отырады. Содан екеуі әңгімелесіп, бұл қызының 11 класстан бастап ақш-қа кетіп, сол жақта болғанын, әкесін осы уақытқа дейін көрмегендігін, тек қайтыс болғаннан кейін ғана осында Кореяға келгендігін біледі. Және де сыйлықты ашып қарайды. Ол жерде баланың кішкентай кезінде алғысы келген гитара жатқан болатын. Және де досындай, ұстазындай болып кеткен ол кісінің айтқан сөздерін есіне алады. Және де ұстазының қызы да ол әкесінің өлер алдында адвокатқа жазып қалдырып кеткен өсиет сөздерін айтады. Бұл бала гитарамен сөйлесе алады, және де ол гитарамен әлеммен сөйлесе алады. Ол мен кездестірген гитаристердің ең мықтысы дейді. Мұны естіген Ингөл жылап қалады. Содан кеш болып сыйлықпен сыртта жалғыз өзі ойланып отырғанда, көз алдына досындай болып кеткен ұстазы елестейді. Сосын ол Ингөлмен сөйлесе бастайды. Ингөл өзінің қиындыққа тап болғанын, қай жолды таңдарын білмейтіндігін айтады. Ал ол оған болса кеңес береді. Яғни тиынды алып, лақтыр, қай беті түссе, сол сенің таңдауың болады дейді. Осылайша елес жоғалып кетеді, ал Ингөл болса топқа оралуға шешім қабылдайды. Осылайша топтағы жігіттердің қасына келіп, өзінің сыйлыққа алған гитарасын қосып, бірге ән шырқап, гитарада ойнайды. Әрі қарай әжесімен тұратын жігіт жайында көрсетеді. Ол жігіт қыздың айтқан сөзінен ұялып, сол күнді есіне алып ұялып жатады. Сол уақытта қасындағы дос баласынан қалай қыздарды өзіне қарату туралы ақыл сұрайды. Ал досы болса, топта ойнайтын жігіттердің қыздарға көбіне ұнайтындығын айтады. Әрі қарай мектепте әдемі қыздың құрбысымен сөйлесіп отырғанын көреміз. Құрбысы онымен бірге концертке барғысы келетіндігін айтады. Екеуі коридорда сөйлесіп келе жатқанда мұндай бір қызды көрсетеді. Ол суретші қыз еді. Құлағына наушник тағып келіп, суретшінің қолданатын заттарын көтеріп келе жатқан уақытта сол жердегі тұрған басқа қыздар аяғынан шалып оны құлатады. Осылайша шелектегі лас су жаңағы әдемі қыздың үстіне төгіледі. Оны көрген құрбысы суретші қызды айқайлап ұрса бастайды. Ал әдемі қыз болса суретші қыздың жанына келіп, оған көмектесіп, барлығы дұрыс па деп сұрайды. Ал суретші қыз болса оған ештеңе демей тіке кете барады. Осылайша әдемі қыз әжетханада шашын кептіріп сүртіп тұрған уақытта жаңағы суретші қыз келіп, оған өзінің футболкасын тастап кетеді. Ал әдемі қыз рахметін айтып, ол футболканы киіп алады. Ол мектептен шығып келе жатқанда аңдып тұрған жігіттердің барлығы алдынан шығып, не киіп алған деп түсінбей тұрғанда жаңағы әжесімен тұратын жігіт жүгіріп келеді де, Сегён, саған да рок ұнай ма? Маған айтуың керек еді. Мен де осы топта бармын деп өзінің футболкасын көрсетеді. Айналадағылар барлығы бұларды қыз бен жігіт деп ойлап қалады. Себебі олар бірдей футболка киіп алған еді. Ал бұл көріністі көрген суретші қыз үндемей түсінбей тұрып қалады. Сосын жігіт қызды өз тобының концертіне шақырады. Әрі қарай Ингөл отбасымен бірге тамақтанып отырғанын көреміз. Тамақтану барысында әкесі таспаны бүгін алып кету туралы айтады. Ингөл түсінбей қандай таспа деп айтады. Анасы өткен жолға апаттың дейді. Ингөл өзінің ата-анасына қалай келіспейтіндігін айта алмай тұрған уақытта оның ағасы Ингөл менімен бірге күреске барады.
ол маған көмектеседі дейді. Ағасының өтірік сөйлеп тұрғанын түсінбеген Үнгүл неліктен бұлай жасадың деп сыртқа шыққанда сұрайды. Ағасы болса бәрін интернеттен көргенін және де білетінін айтады. Сонымен қатар концертке бара алмайтындығын айтып, өзің бара бер деп кетіп қалады. Үнгүл дайындыққа топқа келген уақытта ол жердегі жігіттердің бірі ауырып қалғандығын көреді. Содан аптекаға жүгіріп барып келіп дәрі әкеп береді. Ал оны жолда көріп қалған бұрынғы үйдің иесі таң қалып, бұл не істеп жүр бұл жерде деп артынан аңдып барады. Ал Үнгүлдің досына дәрі беріп жатқанын көріп, оны есірткі деп ойлап қалады. Әрі қарай полиция учаскесінен шақыртылып, сонда кетеді. Ол жерде Үнгүлдің әкесі аудармашымен бірге полиция қызметкеріне таспаны тапқанын, ол жерде таспада осы әйел емес екендігін дәлелдеп береді. Оған ашуланған бұрынғы үй иесі, сен өзіңнің балдарың не істеп жүргендігін білесің бе? Менің баламның өмірін құрттың. Сен маған ақыл айтатын кім едің? Алдымен өз балаларыңды жөнге салып ал деп ұрсып кетіп қалады. Әкесі түсінбей аудармашыдан не деп айтты деп сұрап, бәрін біліп машинасына отырып тікелей концерт болып жатқан жерге барады. Ал ол жерде концерт уже басталып, оны бағалайтын адамдар да келіп жеткен еді. Оған қоса топтағы ән айтатын баланың ауырып қалуына байланысты енді Үнгүлдің ән айтуына тура келетін. Бірақ бұл жолы ол сахнаға маскасын тақпай шығады. Осылай концерт басталып, бәрі керемет болып жатқан уақытта Үнгүлдің әкесі оны іздеп кіріп келеді. Және де сахнада ән айтып тұрған ұлын көріп таң қалады. Ал Үнгүл болса әкесін байқамаған еді. Осылайша концерт аяқталып, әкесімен Үнгүл қалып сөйлеседі. Әкесі ұлына, неліктен сен мені алдап жүрсің? Сен темекі шегіп наша тартып жүрсің ба? Не істеп жүрсің бұл жерде деп ұрсады. Ал Үнгүл болса, жоқ, кім айтты оны саған? Мен ондай жаман заттармен айналысып жүрген жоқпын. Мен тек музыканы жақсы көрем және де сонымен айналысқым келеді дейді. Ал әкесі болса, дұрыс жасамай жүрсің, артқа қайт дейді. Ал Үнгүл болса, жоқ, мен сенің мақтанышың болудан, сенің періштең болудан шаршадым. Мен бұл менмін, мен өз өмірімді сүргім келеді дейді. Әкесі, неге оны алдын ала маған бұрында айтпағансың дейді. Сонда Үнгүл, сен мені бәрібір естімеуші едің деп қатты сөйледі. Әкесі қатты ренжіп қалады. Содан Үнгүл өзінің сөмкесін алып, әкесін тастап сыртқа шығып кетеді. Қатты ызаға булыққан Үнгүл жылап, не істерін білмей отырып, ақыры гитараны сындырмақшы болады. Сол уақытта ол көлеңкенің екіге бөлініп жатқандығын көріп тоқтап қалады. Артына бұрылып қараса, аспанда екі ай тұрады. Оған түсінбей қалған Үнгүл таң қалып қарап тұрған уақытта артында бірдеңе тағы да жарқырап оның назарын аударады. Бұл La Vida Music атты дүкен еді. Оны көрген Үнгүл сол жаққа барып кіреді. Ол жердегі артындағы сатушы оны шошытып жібереді. Біздің дүкенге қош келдің, бізді табу оңай болмаған шығар. Қандай көмегім керек дейді. Сонда Үнгүл, бұл мен білетін бір дүкенге ұқсайды, оның аты Viva еді дейді. Ал сатушы болса, бұл La Vida деген дүкен, екеуін қоссаң Viva La Vida, яғни рахаттанып өмір сүру дегенді білдіреді деп күледі. Сосын гитараны сатуға келдің бе деп сұрайды. Үнгүл иә деп жауап береді. Сосын ол гитараны Үнгүлден сатып алып, оған ақша береді. Сонымен қатар оған, ойланып қалсаңыз келіңіз, бізді табу оңай болмайды, сондықтан мұндағы адрес жазылған жазбаны алыңыз және де оны жоғалтып алмаңыз, әйтпесе қиын болады дейді. Үнгүл түсіңкіремей, бірақ ол берген қағазды алып кетеді. Сыртқа шықса, күннің көзі жарқырап тұрады. Үнгүл бұған түсінбейді. Кеш еді, қалай тез таң ата қалды деп. Айналасына қараса, бәрі өзгеше. Сол уақыт бір теңге домаланып түседі. Сосын Үнгүл артына қараса, жаңағы дүкеннен түк жоқ, оның орнында кітапхана тұр. Осы сәтте бір жігіт асығып Үнгүлді түртіп өтіп кетеді. Оның қолындағы газеті түсіп қалады. Үнгүл оны берейін десе, ол жүгіріп кеткендіктен үлгермейді. Ол осы газетті ашып қараса, ол жерде 1995 жыл сәуір деп жазылып тұрады. Таң қалып тұрған Үнгүлға, ендөнше бұл сен бе деп әжесімен бірге тұратын жігіт досымен бірге келеді. Және де досын Маджо бері кел деп атап шақырады. Маджо болса Үнгүлға, сен ерте келдің ғой деп айтады. Сонда түк түсінбеген Үнгүл жаңағы әжесімен бірге тұратын балаға қарап, сен кімсің дейді. Мен жалған махаббат туралы естеліктер тобының лидері Хали Чанмын дейді. Өз көзіне сенбеген Үнгүл әке деп тұрып қалады. Ал жаңағы жігіттер бір-біріне қарап түсінбей қарап қалады. Осылай екінші бөлім аяқталады. Келесі бөлімдерді жібермей көру үшін біздің каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Рахмет.